Осы арада Зәйкүл өз-өзінен сықылықтап күліп алды. Сыртын далба-дұлба қылып алып келіпті. Әсіресе Тоғжанды айтқанда аузының суы құрыйды мұның. Әуеновтің өңі күреңітіп қозғалақтап қалды. Содан соң сүйінші сұрағандай боп, өз қолының қос саусағымен тыныш тұрған етшеңділеу келген қыр мұрнын жебей сауып, жұлқып-жұлқып жіберді. Бұл оның қатты сүйсінгендегі немесе ерекше күйінгендегі әдет еді. Пәлі, не айтады мына Зайкүл, рас па Ербол? Деп профессор менің бетіме қарады. Мен тез басым дезедім. Сіздің ақыныңыз, біздің күндік нанымыз, артық патронымызбен бірге арқамыздағы зат қапшығында жүрді. Пәлі, не дейді ау? Ал оқи алдыңдар ма оны? Жорықта келе жатып та, окопта отырып та оқыдық Мұхит ағай, дедім мен, студент болғалы бірінші рет ағай деген сөз аузымнан шығып. Ол кітаптың көп көмегі болды бізге. Пәлі, не көмегі болды? Әуеновтің екі беті нұрланып, көзі күлімдеп, жүзі бұрынғыдан да жылый түсті. Қай қаһарманым басым көмек көрсетті. Бәрі де, әсіресе Тоғжанның көмегі көп болды. Ол бір емес, бірнеше медсестра, санитарка қызметін жалғыз өзі атқарды десем, артық болмас деймін. Пәлі, не дейді ау, шын ба осының? Деп профессор мол денесін тез қозғап, ілгері ұмсынды. Шын Мұхит аға. Әуенов сәл шалқайыңқырап, тағы да мұрнын сауа сипалап қалды. Осы кезде лекцияның біткенін хабарлап, қоңырау соғылды. Бірақ профессор асықпады. Ербол, сен өзің мені қуантып тастадың ғой, деді ол, алдында жатқан папкасын бір сипап қойып. Ал енді өзің осы айтқандарыңды қағазға түсіре алар ма едің? Тоғжанның жаңағы өзің айтқан майданда талай медсестраның қызметін атқарғанын дәлелдеп, оқушыны иландыратын етіп жазуың керек. Осы қолыңнан келер ме еді? Келеді Мұхит аға, деді Зайкүл мен үшін жауап беріп. Бұл өзі ақын, Қызыл көрпе деген өлең жазған. Мен ұялып, меңтай жаққа қарай жүзімді бұрдым. Байқасам ол да қызарып кеткен екен. Жазып көрейін дедім мен. Өзің өлеңде жазушы ма едің? Деп профессор орнынан тұрып жатып. Жоқ, жай әншейін. Шын Мұхит аға. Зайкүл қасы қанжардай дір етіп, одан сайын өзеурей түсті. Өзі өзге сабаққа да жақсы. Соғыстан қайтқалы әлі үйіне де барған жоқ. Профессор Зайкүл сөзінің бас жағында күлгенімен, аяқ жағына назар аударып, менің әлі елге бармағаным анық бекен деп сұрады. Мен оқу басталып қойғаннан кейін бір жылым босқа өлмесін деп осында қалып қойғанымды айттым. Жарайды онда, тіптен жақсы. Ал енді сен жаңағы айтқанды менің алдағы дүйсенбідегі келесі сабағыма дейін жазып әкел, деді профессор. Одан соң әлгі Зайкүл айтқан кітапты да ала кел. Мен басымды изедім. Келесі лекцияның оқытушысы жоқ болып шықты. Сөйтіп студенттер терезе деп атайтын бос 2 сағат сопаң етіп шыға келді. Студенттер терезеге қайғырмайды. Бұл 2 сағатта бірсыпыра жұмыстар бітіріп алады. Соның негізгілерінің бірі Совет көшесі мен Карл Маркс көшесінің бұрышындағы Алатау кинотеатрына бару. Бұл жолы да бірін-бірі еліктіріп, қыздардың бірсыпырасы киноға кетті. Аудиторияда 5-6 қыз бен Жомартбек екеуміз ғана қалдық. Біраздан кейін киноға кіргісі келмегенін айтып, Меңтай қайтып келді. Меңтайдың ұрыспасына анық көзім жеткеннен кейін бағана өз айтқан Қызыл көрпенің тарихын білгім келді. Жомартбек екеуміз жағалап, Меңтайдың қасына бардық. Жомартбек қыздан бағанағы Қызыл көрпе деген өлеңдеріңді көрсетіңдерші деп өтінді. Меңтай кітаптарының арасын ақтарып, алдыңғы күні тастап кеткен қағазды тауып алып, оқыған соң өзіме қайтарып бер деп Жомартбекке ұсынды. Меңтайдың өзіме қайтарып бер деген сөзі менің жүрегіме майдай жақты. Ол менің сұрауым бойынша маған күндес боп көрінген Қызыл көрпенің тарихын баяндауға кірісті. Меңтай Лениногорск шахтерінің қызы екен. Шешесі бастауыш мектепте мұғалім болыпты. Әкесі оның сәби шағында шахтада төбесіне тас құлап дүниеден қайтқан. Қыздың кішкене ағасы Жүніс 8-ші сыныпты бітіргеннен кейін жұмыскер боп семья асырауға кіріскен. Соғыс басталар жылдың 1 майында оған жақсы жұмыс үшін сыйлыққа 5 метр қызыл жібек тиеді. Бұған шеше байғұс қатты қуанады. Ұлының бұл алғашқы табысын ырым етіп,
өз алдына отау болып шыққандағы бірінші жасауы болсын деп арасына түйе жүнін салып мектептен қолы бос кездерінде көрпе қабиды. Сөйтіп ұлын үйлендірмек болады. Сол екі арада соғыс шығып кетіп, ол көрпені етіне бір-ақ күн жамылып, жүніс майданға кетеді. Содан кейін шеше ол көрпені ешкімнің етіне тигізбеген, ұлына сақтаған. Ал ұлынан өлді деген қара қағаз келген. Жалғыз ұлының жаманатына шыдай алмай, шеше сорлы сол хабарды естіген жерде сынып ішінде өзі де дүние салған. Соғыста ағайым оққа ұшты, деді Меңтай күрсініп. Соның күйігіне шыдамай апам өлді. Апамның өлгенін көзіммен көрдім, ағайымның өлгенін көргенім жоқ. Сондықтан жүйкем өлді дегенге көпке дейін сенбедім. Жүніс ағатайымды жүйке деп атайтын едім, деді ол Жомартбекке түсіндіріп. Соғыс біткен соң, осы күздің басында жүйкенің қасында болған бір кісіден ауызба-ауыз естігенде ғана сендім. Ол кісі терең етіп зират қазып, ағайымды жақсылап тұрып, өз қолынан қойыпты. Жақын жердегі деревняның ұста дүкеніне барып, зиратқа темірден қоршау шарбақ жасатып орнатып, оған Жүніс Ербосынов деп мәңгі өшпейтін етіп жаздырып кетіпті. Ағаңның жатқан жерін көрем десең, ертіп апарайын. Әйтпесе, кейін барып көрерсің деп адресін берді. Өзім қазір қайдан іздейін? Кейін оқу бітіріп, қызмет істеп, ақша тапқан соң барармын деп ойладым. Меңтай ағасына мұнша жақсылық жасаған адамның еңбегін сонша сүйсіне бағалап айтты. Сол көрпені биыл өзіммен бірге ала келген едім, деді қыз күрсініп қойып. Ол маған аса қымбат ескерткішпен пара-пар, ағайымды да, анамды да есіме түсіреді. Кеше кітап арасынан ағайдың өлеңін тауып алып оққаннан кейін сол көрпені бауырыма қысып, өксіп-өксіп жылағанымды айтсаңшы менің. Байқаймын, Меңтай әңгімесінің Жомартбекке онша әсері болған жоқ. Меңтай сөзін аяқтап, мұңайып, төмен қарап қалған кезде ол, мен мына өлеңді көшіріп ала қояйыншы деп жымыңдап, өз орнына қарай жүгірді. Ал маған бүкіл бір отбасының тағдырын баян еткен бұл қысқа новелла дүниедегі ең қайғылы, қасіретті жырдай танылды. Не айтарымды, қызды қалай жұбатарымды, жүрегімдегі аянышты қалай жеткізерімді білмей, абдырап отырып қалдым. Оның көңілсіздігі біртіндеп маған ауа бастады. Студенттік өмірдің бейқам, сонымен бірге аққан судай ағынды күндері өзінің сылдыр-былдыры мол қызық қуанышымен бірін-бірі қуалап өтіп жатты. Мен Әуеновке берген уәдемді орындауға бар күшімді салдым. Алматыдан соғысқа кетерде мен магазиндерге жаңа ғана түскен ақын романының бірінші кітабын тауып алған едім. Сол кітап бүкіл майданды менімен бірге аралап шықты. Талай солдатты тамсандырып, оқып беріп жүрдім. Бірақ бұл естелікті мақтанғандай болып өз атымнан жазбайын, басқа жолдастарым оқыған етіп баяндайын дедім. Сөйтіп мен ол кішкентай естелікті 4 күн жаздым. Естелігім Әуеновке ұнамай қалар мекен деп жаным мұрнымның ұшына келді. Жазып біткен соң оған Тоғжан деп ат қойдым. Зәйкүл айтқандай жазушылардың өз шығармаларын жақсы көретін адамдарына арнап жататыны ойыма түсті. Менің бұл ең алғашқы естелігімді Әуеновке арнағым келді. Оң жақ шекесіне осы образды жасаған жазушы Мұхит Әуеновке арнаймын деген сөздерді қолымның қалай тез жазып жібергенін де байқамай қалдым. Қой, мұным тым бадырайып кетті, және жазушыға жасаған жағымпаздық сияқты боп көрінер деп ойладым да, оны қайтадан түзеттім. Осы образды жасаған кісіге арнаймын деп қана қойдым. Жексенбі күні үйде табан аудармай отырып, жазғанымды жақсылап көшіріп шықтым. Дүйсенбі күні 33-ші аудиторияға бірінші лекцияға келген профессор Әуенов бұрынғы әдетінше самай шашы бұйра-бұйра, Сократ маңдайлы үлкен қасқа басын студенттерге мол ілтипат, ықылас пен изеп оқытушы столының басына барып отырды. Профессор есіктен кірісімен-ақ менің жүрегім өз-өзінен лүпілдеп қоя берді. Орнына отырғаннан кейін Әуенов маған қарай бұрылды да, «Ал, Ербол, уәде орындалды ма?» деді. Мен Әуенов оны лекциядан кейін сұрайтын шығар деп жайбарақаттау күйде отыр едім. Профессор бірден соны сұрағанда не дерімді білмей сасқалақтап қалдым. Әрең дегенде еш жинағандай болып, өзімше орындадым Мұхит аға, деп орнымнан тұрдым. Пәлі, жөн, әрине, сенің өзіңше орындағаның керек бізге, деп профессор бірден
бейілденіп қалды. Ал оқып беруіңе лекция аяғында қанша уақыт қалдырайын саған? 4-5 минут қана Мұхит аға, дедім мен, дәптер бетіне жазылған 10 шақты бетті оқуға қанша уақыт керек екенін ажырата алмай. Жоқ, онда мен 10 минут қалдырайын. Сен оқығаннан кейін оны біздің талқылауымыз бар емес пе? Мен жарайды дегендей басымды идім. Ал онда алдымен кітабыңды көрсетер бол, деп профессор маған қарай қолын созды. Мен шапшаң қимылдап, сумкамдағы сырты жыртылып, жан-жағы жемтік-жемтік боп кеткен ақын кітабын алып, Әуеновке қарай аяңдадым. Әуенов бағынышты командирден рапорт қабылдайтын генералдай боп орнынан көтерілді. Демобилизацияға жатып, еліне қайтатын солдат бөлімнен кетер алдында қай жерінде қандай белгісі барын бес саусағындай білетін, кәрі винтовкасын жүрегіне толқи дірілдеп, рота старшинасына өткізер еді. Мен де сол солдаттай болып, осыдан 5 жыл бұрын Алматыдан майданға ала кеткен осынау асыл кітапты енді міне аман есен иесіне тапсырдым. Профессор сәл сұрланғандай түспен кітапты үнсіз қолына алды да орнына отырды. Кітаптың сыртына көз жүгіртіп, жыртық мұқабаны қайта-қайта сипалап ішін ашты. Рас, біздің кітап, деді басын ықыластана изеп қойып. Содан соң бір-бірлеп беттерін ақтарып қарай бастады. Бір кезде кітапты көтеріп бетіне тақады. Пәлі, өзінен дәрісі шығады, ескендерші. Әуеновтың қасына ең алдымен Зәйгүл жүгіріп барды. Ол кітапты ала салып, дұғалықтай етіп бетіне басты да, рас мүңкіп тұр, деді, оқ-дәрінің иісінің қандай болатынын сезбесе де. Бұған басқа қыздар мырс етіп күліп жіберді. Сен маған баға жетпес ғажап дүние сыйладың ау, Ербол, деді Әуенов, екі көзі жасаурап, тебірене үн қатып. Өзім майданға бармасам да, бұл кітап менің перзентім болып соғысқа қатысыпты. Сол перзентті сен аман-есен ертіп әкеліп қолыма тапсырдың ау менің. Соғыс деген өрт болса, өртке жанбай шыққан бұл кітаптың жаңа бір бағасын және таныттың сен. Рахмет қарағым. Аудитория сілтідей тынып қалған еді. Профессор бойын тез жинап, кезекті лекциясын бастады. Әуенов лекциясының 2-ші сағатының соңында бағанадан бері толассыз буырқанған теңіз үні тоқтап, аудитория ішіне әлде бір әлсіз бұлақтың болымсыз сылдыры естілгендей болды. Естелігімнің заголовогы мен оның оң пұшпағындағы арнаулы даусым дірілдеп, сүрініп қабынып, әрең айтып шықтым да, тамағымды кенеп, сәл тыныс алғаннан кейін тексті оқуға кірістім. 1942 жылдың ортасында Алатау бауырынан эшелон әскер майданға шеру тартты. Бұл Алматыда құрастырылған атқыштар бригадасы еді. Жарты жылдай Астана айналасында лагер болып, әскери өнерге жаттыққан жауынгер бөлім тұтас көтеріліп, отанға тиген жау қайдасың деп батысқа қарай бет түзеген болатын. Соңғы эшелондардың бірінде артиллеристер дивизиясы кетіп бара жатты. Соғыс кезінің паровозы жаңғырығы жер жарып, қатты жүйткүйді. Жолда кездескен станциялардың, разъездердің тұсында ащы бір айғайлайды да гүрс-гүрс етіп тарта береді. Су алу, көмір тиеу қажет болмаса, басқа жерге көп тоқтамайды, толассыз жүйткіп, зырлап ағады. Қызыл вагондардың екі жақ есіктерін бірдей шалқайта кең ашып тастап, көлденең керме тақтайға асыла иін тіресіп, майданға кетіп бара жатқан жауынгерлер туған жерге жүректері елжірей көз тігеді. Қарт атадай ақбас тау, жас анадай жасыл желек жамылған орман, сары бел, салқын көл, бәрі самаладай болып, бірінің соңынан бірі ұзап қалып барады. Өз алдына бір шолақ эшелонға ұқсап, шеткүйінің түтіні будақтаған ауыл, тепең-тепең қаққан салтатты жолаушы, обадай қақшиып, қалың қойдың шетінде тұрған шопан жалт етіп бір көрінеді де ғайып болады. Күн батқанша, дала бетіне үңіліп, көзі жасаурап, талғанша көп қараған адамның бірі салпы сары, жез мұртты кәрі солдат. Талдықорған облысының Ақсу ауданынан келе жатқан Сәттіғұл Өсенов болды. Сапта жүруге жарамаймын, көп тұрсам аяғым талады, белім ауырады деп, Өсенов зеңбірек атына мінуші болған. Осыған орай бір солдат бағана, сапта тұрса аяғы ауыратын, көзелдің күні бойы қозғалмастан қызыл вагон есігінің алдында қақшиуын тағы бір қағытып өткен. Оны естіген өзге жұрт қатты бірду күлісіп алған болатын.
жолдасының әжуасына да, жұрттың күлгеніне де қарамастан, Өсенов вагонның босағасына сүйенген күйі далаға қарап тұра берген. Енді міне жер бетін түннің қарамақпал шапаны бүркеп, вагон ішінде майшамның жалғыз көзі сығырайғаннан кейін Өсенов артына бұрылып, шамды қоршай отырған жолдастарының қасына келді. «Әттең шіркін, қалдау қайран туған жер», деді ол отыра беріп, вагон ішіндегілердің бәріне естірте. Аузынан қызыл жалын атқығандай шермен күрсіне айтты. Шам айналасында, вагонның бұрыш-бұрышында, қара көлеңке жерде 4-5-тен бірігіп алып, әр жайды қоңыр әңгіме етісіп отырған жұрт Өсеновтың мына сөзін естіген шақта тым-тырыс болысып, бір сәт үндемей қалысты. Ат айдаушы шалдың «қалдау қайран туған жер» деген шер сөзі майданға аттанып бара жатқан осынау сұсты солдаттардың жүрек қылын басып қалғандай болды. Шал айтқан туған жерде әркімнің жанашыр жақыны, жақсы көрер жандары қалып барады. Біреу қарт әке, қадірлі анасын еске алады. Біреудің көз алдына жақсы жар, жас баласы келеді. Енді біреудің жүрегіндегі жар етем деген жанына қосыла алмай кеткен арман зары ащы запыран болып ақтарылады. Шал сөзі әр жүректің түкпірінде жатқан осындай мұңды сырдың пернесін басады. Әлден уақытта «Жоқ, қалған жоқ, ол бізбен бірге» деген саңқ еткен бала бүркіт үніндей жігерлі жас дауыс естілді. Ол зеңбіректің екінші көздеушісі Құсайынов Айтқали деген жауынгердің үні еді. Айтқали қараңғы бұрышта отырған орнынан тұрып, шамға таман жақындады. Туған жер мына кітаптың ішінде. Ол жұртқа сол кезде баспадан жаңа шыққан, өзі Алматыдан аттанар алдында вокзал басында сатып алған ақын романының алғашқы кітабын көрсетті. Жауынгерлер тез, қуатты үлкен магнит тартқан көп ұсақ шегедей боп Айтқалидың айналасына жиылды. Ондағы жалғыз жарық соның алдына қарай итерілді. Бір табадан ыстық күнде шүпірлей су ішкен Ағрыпек балапандай болып, қара көлеңке вагон ішіндегі қайратты жастардың басы сол кітаптың үстінде түйісті. Ішіндегі жандарды жылауық баланың бесігіндей үздіксіз шайқай тербеген үлкен вагонның қабырғасына түскен үйме-жүйме көлеңке үздіксіз қозғалып тұрды. Солдаттардың ақын романын оқуы осылай басталды. Алматыдан аттана аққан жұлдыздай зымырап, шобала созылған ұзын қызыл эшелон Москваға келді де, қазақ бригадасы Астана түбіндегі Бабушкин деген қалада пойыздан түсті. Мұнда біраз жатып тыныққаннан кейін жауынгерлер қалың тоғайлы көкшіл көлді Калинин облысының жеріне қарай жаяу тартты. Өне бойлары мұздай көк қарумен құрсанып, күндемей түндемей ерлер етікпенен су кешіп, аттары ауыздықпен су ішіп, суыт жүріп, ұзақ сапар шекті. Артиллеристер майдан жерінің батпағын белуардан кешіп, ер қаруы ұзын тұмсық көк болат зеңбіректерді тынбастан алға қарай сүйрейді. Ол батып қалған жерде «Раз, два, взяли» деп орман ішін жаңғырта айғайлап, оның қалқанынан, стволынан итереді. Доңғалақтары күшпектерінен батпаққа батқан ауыр қаруларды ауыр азаппен алға тартқан мұңдай қиын, қысталаң шақтарда екетегін белге түрінген жаяу әскер зеңбірекшілерді басып озып, оларды артқа, алысқа тастап кетеді. Алдыңғы шепке тақаған сайын, колоннаның бас жағынан «Воздух» деген зәредей ащы үн жиі естіле бастайды. Ирелеңдеген жыландай етіп созылтып, шұбалта айтқан осы бір үрейлі сөзді ести сала солдаттар жолдан шығып, тым-тырақай қашып, жол жетіндегі орманның қойнына тығылады. Қанатында қара бүйісі бар сарала самолеттер ырылдап кеп төбеден төнеді. Міне осындай жорық кездерінде 15-20 минуттық үлкен бір дамылдау шағы болады. 12 мүшесі сау кісілер қасқаққанша қолынан айырылып, шолақ аяғынан айырылып ақсақ боп шыға келетін, жаңа ғана қасқая күліп тұрған немесе құлындай ойнақтап жүрген жолдастарын лезде жан тапсырып, мәңгіге жоқ боп кететін, адам өмірі түнгі үлкен оттан ұшқан ұсақ ұшқындай сөніп жататын майдан өмірі үшін 15-20 минут қысқа ғұмырлы солдат қауымы дамылдап, жан шақырып, талай қызық күлкілерге кенелетін, естеліктер айтысып, ес жиып қалысатын өзінше бір ұзақ уақыт. Колоннаның алды тоқтап, сол жерден біреудің аузынан біреу қағып әкетіп, артқа қарай дауыстап жеткізіп жататын
Привал деген команда шыққанда, теңіздің жиегіне қарай жанға рақат берер таудай толқындар лықсып, бірін-бірі қуалап, бар ләззат қызығымен өзіне қарай жақындап келе жатқан сияқтанады. Привал, сен де бар даусыңмен қуана дауыстап, өзіңнен кейінде келе жатқан жұртқа жар саласың да, жол шетіне шығып, сызды жерді салулы төсектей көріп, жолдастарыңмен бірге жантая кетесің. Бойындағы солдаттың ауыр жүгінен арылып, құрыс-тырысыңды жазып, рахаттана керлесің. Таңертеңгі ауылдың мұржаларынан жарыса будақтаған түтінді еске түсіріп, қомағайлана бұрқылдатып, темекі сорасың, демаласың. Артиллерия дивизионының жауынгерлері 20 мен 25 арасындағы қырдың қызыл гүліндей жайнаған қыршын жас жігіттер еді. Бұл шақтағы көңілге жақсы жар, сұлу қыз жайы көп оралатыны даусыз. Өмірдің бүршік-атар көктеміндей, бұл тұста осы жастар орталарын қақ жарып өтіп жатқан осынау майдан жолына көгенделген көп қоздай болып, соғыс әлегімен сол бір ыстық шақтан алыс қалған. Бірақ олардың әрқайсысының жүрегінде алаулап жанған махаббат бар. Сондықтан да осындай тыныштық, демалыс минуттарында алдымен 200 солдат құйрық жамбастарымен жер сыза, жымыңдай жортақтасып келіп, айтқалымен тізелесе жайғасады. Оның бірі әрқашанда зеңбірек көздеушісі Резуан Қалиев болады. Айтқали, Абай мен Тоғжанның кездескен жерін тағы бір оқып жібермейсің бе деп қолқалайды олар. Айтқали шаршап отырмын деп бәлденбейді. Арқасындағы зат қапшығын иығынан сыпырып алдын алады. Сабынға айналар сақардай шұбатылған зеңбірек майы көп сіңіп, жарадар болған, жарылған жерлеріне батпақ орнап, қап-қара боп күстеніп кеткен қолының арбиған салалы саусақтарымен қапшықтың аузын аша бастайды. Оның ішінде таңертең старшина берген күндік қорек, жұдырықтай нан, карабиннің 60 патроны, лимонка аталатын, сырты тақталана бөлінген шоколад сияқты бұжыр-бұжыр 2 граната жатыр. Солардың арасында жорықтағы солдаттың ешқашанда пайдаланылмай қапшығында жүретін таза бет орамалына оралған ақын кітабы бар. Айтқали орамалдың ішінен кітапты алып, оның өзі жатқа білетін Штырман деген тарауын ашып, тамағын кенеп, қарлығыңқы даусын нәшіне келтіріп, оқи бастайды. Айтқалидың қолындағы кітапты көргеннен кейін, олардың төңірегіне таяу маңдағылардың бәрі тегіс жиналады. Зеңбіректе жегулі тұрған атының шылбырын қолына ұстап, Өсенов те Айтқалидың артына келіп жантаяды. Тараудың басшағы әкесінің жұмсауымен жасөспірім бозбала Абайдың Сүйіндік ауылына келгенін, оның көрікті ақылды қызы Тоғжанды көріп, оған ғашық болатынын баяндайды. Айтқали тамағын тағы бір кенеп алып, әрі қарай оқиды. Орташа келген қырлы мұрыны енді анық көрінді. Қырынан қарағанда біртүрлі сүйкімді екен. Жұмсақ, жұмыр иегінің астында жұқағана бір толқындай боп нәзік бұғағы білінеді. Жылтырап таралған шашы, қап-қара қалың көріммен ерекше әппақ нәзік мойнына қарай құлап түсіпті. Үлкен де кіші де емес, әшекей сырғасы діріл қағып, дамыл алмай сілкіне түсіп тұр. Уап бәле, қызымақ екен-ау өзі де, деп әркімдер осы тұста сүйсіне үн қатысып қалады. Абайды өзіне ғашық еткен қыз осал болады дейсің бе? Өсенов жезмұртының ұшын ширатып жіберіп, ақырын бір жұтынып қояды. Ұзақ сапар шегіп, шаршап шалдығып келе жатқандардың езулеріне жылы күлкі жүгіріп, көздері жайнай түседі. Жүректері лүпіл қағып, өздері сол сұлу Тоғжанның қасында тұрғандай сезінеді. Жүрек түбінен әркімге елде қалған өз Тоғжаны елес береді. Онымен өзінің ең алғаш қалай кездескені оралады. Бір сәтке олар өздерінің орман ішінде оқ астында отырғандарын, жар денесін сипауға созылған қолдары қазір автоматтың суық стволын қысып тұрғандығын ұмытып кеткендей болады. Осы кезде алдан әртүрлі дауыспен ышқына айтылған «Поместам» деген жауынгер команда құлаққа шалынады. Бойларына күш жиып, қуаттанып қалған жауынгерлер орындарынан атып-атып тұрады. Жауынгер Айтқали Құсайынов 1943 жылдың 9 қаңтарында Великие Луки қаласының түбінде жау танкісі мен зеңбіректің жекпе-жек атысында ер өліммен қаза тапты. Соғыстың қатал дәстүрі бойынша өлген солдаттың денесі бойынан қару-жарағы, қойнынан документі алынып, жаңа қазылған жас қабір басында
қарулас серіктерінің ақырғы құрметі көрсетіліп, туған жердің топырағына беріледі. Отан үшін қан төгіп, жан берген ер солдатты жер-ана құшағына қысып, мәңгілікке алып қалады. Айтқалиді қастерлеп қойып, жауынгер жолдастары жаудан кегіңді аламыз деп серт еткендей, аспанға 3 дүркін оқ атып, салют бергеннен кейін, оның жетімсіреп жерде жатқан карабинін кіші сержант Резуан Қалиев көтеріп, алзат қапшығындағы патрондарды өзге серіктеріне бөліп берді.